Ассалаумағалейкум қазақ мүкпесін жанкүйерлері, сендермен бірге ITD бірінші арнасы. Бүгінгі видеода біз қызықты челлендж орындайтын боламыз, яғни китпен және китсіз Bedwars'ты ойнайтын боламыз. Сізсе Green X'a ал сендер лайктарында баса беріңдер. Біз каткамызға қарай кеттік достар. Go-to. Ал достар, мынау біздің бірінші каткамыз, иә. Яғни бірінші каткада менде китпен, яғни қандай кит дейсіңдер, Rusher Pro. Яғни Rusher Pro ол раш еткенге жақсы, әсіресе любой китта, Green X'in китінде любой китінде гаджеттер бар. Мысалға Rusher Pro'да көріп отқандарындай гаджеттер тұр. Яғни типа Навазу, сосын спасательный платформа және автомост секілді кереметтей заттар бар. Біз қазір көктерге қарай раш етіп баратырық. Автомостты қолдана отырып біз көктердің базасына қарай жеттік. Ерде қарсыластар тұр екен, менің кигенімді білмеді. Так, бірінші көк батса минус, так, екіншісі де жүр. Екіншісі де минус. Мынау көтерілмекші. Так, сүзден де келетір. Яқта китпен кішкене ыңғайлы екен, не деп Bedwars, достар. Так, көктердікі минус. Так, біздің демиттер бізге көңілсіз үшін мерге келіпті. Шайры хорош, барығын айырып атыр екен, молодец. Так, біз соңғы патсанды айырып алдық. Тіпі Навазу жазайық. Айерде көк патса біздің базаға кровать сындырып кетуі мүмкін. Так, айерде патсандар кажется кровать сынып, ойбай, кімді истерге етіпса да, ол жағын қатты көрсетті қызық емес деп ойлаймын. Енді біз ең қызық китсіз ойнап көрейік деп отырық, достар. Сізге айтпақшы мән бермей қойындар, ол дейтін 2D бак болған болатын. Так, біз китте ішіңге де жоқ. Және де біз қазір железо жаққа барып, железо алу керек бізге. Так, болса тез строить етемізді, железо алып алдық. Достар, ұшақ железо екен, кішкене аз алып қалды маған. Және де анда жаңағы каткаде болған Dreamfi атты мықты ойыншы және де менің қазір тез етіп қалуына мүмкінмін. Достар, бұл жерде китсіз ойнап кішкене күрделеу, қиындау. Так, өзімізге мынандай тез заттарды алайық, әңгеді уже келе жатқан шығар. Міне келіпті ана балдар. Біздің қарсыластар, мынау үстіден келе жатыр. Жетпей алып. Так, мынаны өлтіреміз. Мынау жаман ұшырады ғой. Мен санау. Бұл біздің кроватымызды сындырып тапты, ал менерде көк патсандар жүр. Біздің демитта жүр. Біз қазір нені сындыруға, қызылдарды сындыруға тырысатын боламыз. Dreamfi китсі жүр. Яқта қазір ол менен бұл боласа, менен тұпа алып қайнеп. Тұпа бұл крис алып саты ғой. Ал достар, енді қорытындыға кетейік. Киттермен ойнау, ол бір жағынан ыңғайлы, себебі киттерде гаджеттер бар, қосымша. Сол қосымша гаджеттердің көмегімен кез келген катканы ташып етуге болады. Ол скиллге байланысты, достар. Енді китсіз ойнайтындарға айта кетерім деп мо. Бірақ китсіз ойнау кішкене күрделеу, себебі кейбір ПК-шілер және де кейбір мықты дегенде жақсы ойнайтын балдар бар. Солардың көбінесе китпен қолданады, ал қарапайым ойыншыларда ондай жоқ болғаннан кейін күтпеген жерден шабуыл жасалғанда оларға қарсы тұру өте қиын десем де болады. Достар, осындай теңсіздіктер орын алды Green X'те. Енді ол да киттердің өзі де қосалқы фишкаларының бірі. Достар, енді бүгінгі осында челлендж болған болатын. Енді сендерге ұнады деген ойдамын енді. Лайк басып, комментарий жазыңдар. Алдағы уақытта Green X'те актив болып жатса, тағы да
қызықты челленджде түсіріп тұратын боламын. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Мерген шоу арнасы. Қош сау болыңыздар.